Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын құймақтан торт жасайтын боламын. Бізге қажетті заттар барлығын толық описаниеға жазып кетемін. Ең әуелі құймақтың тестісін жасаймыз. Бізге 3 жұмыртқа, 4 ас қасық қант, тұз аз ғана, сүт жылы және де жылы су құйып, барлығын араластырамыз. Әрі қарай біздер електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сеуіп, жақсылап араластырып шығамыз. Ұнымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап былғап аламыз. Енді әрі қарай біздер қызып тұрған табада құймағымызды жұқалап құйып, пісіріп алатын боламыз. Құймақтардың барлығын пісіріп алғаннан кейін біздер кремін жасайтын боламыз. Мен бұл жерде 2 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық сгущенка және де 33% салқын сливки 200 грамм, 50 грамм қант ұнтағы барлығын миксерлеп алатын боламыз. Креміміз қоюланғаннан кейін миксерімізді тоқтатамыз. Енді біздер құймағымызды жинақтайтын боламыз. Құймақтың арасына кремімізді жағамыз. Және де кесілген жемістер салуға болады. Мен бұл жерде банан мен персикті, яғни шабдалыны салдым. Және де құймақтарымызды кезектестіріп, осылай салып отыратын боламын. Крем жағып, кейбір арасына құймақтарды мен осылай бөлек орап салатын боламын. Барлық құймақтарымыз біткенше осылай жалғастыратын боламыз. Қайталаймыз, араластырып яғни. Және де құймақтарымыз біткен соң біз осылай жан жағындағы қайырылып тұрған құймақтарды жабатын боламыз. Енді оның үстіне кесілген жемісті қоюға болады. Және де оны жарты сағат немесе 1 сағатқа салқын холодильнигімізге тоңазытқышқа салып қою қажет. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Құймағымызды кескенде осындай болады. Астарыңыз дәмді болсын.